6 жасқа толмаған балаларға арналған фильм. Бау-бақшада, жылыжайда өсеміз. Балақайға дәрумен боп жетеміз. Бірі-бізден дәмді тағам жасайды. Бірі-бізді көкөніс деп атайды. Көңілді көкөніс деп ұнаймыз. Ең керекті дәруменді қараймыз. Дастарханға шыраймыз. Балақайға денсаулығын сұраймыз. Жазда апамның ауылына барып едім қыдырып. О, сәлем, Пияз. Жақсы, өзің қалайсың? Жақсы дегеніңе жол болсын, досым. Ойланып кетіпсің ғой. Иә, Әлде сені біреу ренжітті ме? Неге көңілсізсің? сен соңғы рет барлауға қашан бардың? Мысалы, менің есімде жоқ. Барлауға дейсің бе? 3 апта бұрын брокколидің орнына барғанмын. Қалай ойлайсың? Қызанақ мені ұнатпай ма? Қызанақ мені де барлауға сирек жібереді. Уайымдайтын түгі жоқ. Керек десең, біз бүгін-ақ өз күшімізді дәлелдейміз. Тұр, кеттік. Қайда кеттік? Қайда? Қызанаққа әрине. Оған барғанда не істейміз? Біріншіден, одан бізге тапсырма беруін сұраймыз. Екіншіден, сол тапсырмасын мінсіз орындаймыз. Сол арқылы бақшадағы ең мықты тыңшылардың бірі екенімізді дәлелдейміз. Жоспарым қалай? Керемет пе? Тұр енді, мұңайып отыра бергенің жарамас. Жазда апамның ауылына барып едім қыдырып. Қап қырсығай, балақайға не болып қалды екен? Барлаушы жібермесем болмас. Мен жаттығуымды аяқтауым керек. Сарымсақ, өзің барып келесің бе? Иә, әрине. Қызанақ, біз барсақ қайтеді? Пияз екеуміз. Жақсы, барам десеңдер барыңдар. Мен сендерді осында күтем. Кеттік. Тоқташ! Мен қорқып тұрған сияқтымын. Қорыққаны несі? Сен ең мықты көкөніссің. Бойыңдағы үрей мен қорқыныштан арыл. Біз бірге бәрін жеңеміз. Жақсы, онда біз екіге бөлінейік. Мен есіктен кірейін, ал сен терезеден кір. Осы жерде 5 минуттан кейін кездесейік. Келістік. Кірмесем де болатын шығар. Сәбіз өз-ақ бәрін қатырады. Қазір біреу-міреу көріп қалып жүрсе. Сен ең мықты көкөніссің. Бойыңдағы үрей мен қорқыныштан арыл. Мен ең мықты тыңшымын. Қазір не болған біліп, қызанаққа өз күшімді дәлелдеймін. Мен мән жайды анықтадым. Балақай гаджетпен ұзақ ойнағандықтан көзі ауыра бастаған. Қызанақ, менің не істегенімді білесің бе? Қалай білем?
Мен сенімен бірге барған жоқпын ғой. Иә, мен бүлдіршінге доп лақтырдым. Әрине, біріншісінде ол назар аудара қойған жоқ, бірақ мен берілмеймін ғой. Тағы да лақтырдым. Сосын бүлдіршін гаджетті тастап, доппен ойнап кетті. Ай, жарайсыңдар. Сенімімді ақтадыңдар. Балақайдың көзі қызарып кеткен дейсіңдер ме? Сәбіз, балақай сәбіз жеу керек. Сәбіздің құрамындағы А дәрумені көзге пайдалы. Жарайсың, баклажан. Тамаша. Бәрі ойдағыдай болып жатыр.